Сәлем достар, біздің отбасылық каналымызға қош келдіңіздер. Видеоларды жоғалтпамас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Үй жағдайында дәмді лаваш жасау үшін ең алдымен соусқа майонез, қаймақ, чеснок, укроп керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тауық етін маринадтап ұзын қылып кесеміз. Қызып тұрған табаға өсімдік майын құйып 5 минут көлемінде қуырып аламыз. Мен лавашқа тауық еті мен сиыр етінің фаршын араластырып бірге қуырам деп шештім, бірақ ол маңызды емес. Ең алдымен лаваштың қамырына соусты шетіне көбірек жағып, үстіне тауық етін саламыз. Қызанақ саламыз. Қияр саламыз. Салат жапырағын саламыз. Және міндетті түрде чипсы салу қажет. Енді барлығын нығыздап, асықпай орау қажет. Қалған лаваштарды да дәл алдағы видеодағыдай асықпай орап шығамыз. Дайын болған лаваштарды қызып тұрған табаға екі шетін бір-бір минуттан қыздырып аламыз. Осымен біздің үйде дайындалатын лавашымыз дайын. Каналды қолдап, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.